Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жалпы дамыту жаттығулары. Сабақтың мақсаты жаттығу жасау арқылы денемізді сергіту, денсаулықты нығайту, салауатты өмір салтын ұстану. Сабақтың міндеті жаттығуды видео нұсқау бойынша қайталау, жаттығуды қатесіз әрі толық орындау. Жалпы дамыту жаттығуы дегеніміз не? Оның денсаулыққа әсері қаншалықты? Жалпы дамыту жаттығулары ертеден келе жатқан жаттығулардың негізгі түрі болып табылады. Жалпы дамыту жаттығулары ешқандай құрал жабдықсыз, кез келген ыңғайлы жерде орындауға болады. Жалпы дамыту жаттығуларын орындаған кезде барлық буын мүшелері қозғалыста болады. Жалпы дамыту жаттығулары бір орында тұрып рет-ретімен орындалады. Жалпы дамыту жаттығуларын күнделікті орындайтын адам дені сау, шымыр болып өседі. Жалпы дамыту жаттығуларын орындаған кездегі қауіпсіздік ережелері. Біріншіден, міндетті түрде спорттық киімде болуы керек. Денеміздегі артық заттарды алып тастаған дұрыс. Мысалға, алқа, сырға, білезік, сағат, көзілдірік сияқты. Қыз балаларға шашын жинап қою міндетті. Үйде спорттық аяқ киімсіз орындауға болады. Екі адам орындаған жағдайда ара қашықтық 1,5-2 метр болуы керек. Олай болса, жоғарыда айтылған қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, келесі видео нұсқаулықты қайталап, жалпы дамыту жаттығуларын орындап көрейік. Ал балалар, дайын болсақ жаттығуымызды бастаймыз. Бірінші жаттығу иықтан басталады. Екі қолымыз иықта, алға артқа 2 реттен айландырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Қолын ықында белді айландырамыз 2 реттен оңға солға. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығымыз. Қолды тізеге қоямыз, тізені айландырамыз. Ішке 2 рет, сыртқа 2 рет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осылай 7-8 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Қолымызды алға созамыз, отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі жаттығу. Сол қолымыз мықында, оң қолымыз жоғарыда. Оңға солға иілеміз. 2 реттен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қолды алдыға созамыз. Қолды қайшылау жаттығу. 2 реттен. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Қолымыз кеудеде. Оңға солға 2 реттен зермейміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Қолымызды бірге ұстаймыз. Аяқтың ұшына. Оң аяққа 2 рет, сол аяққа ортаға. Бастадық. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Келесі жаттығу. Бестік жаттығу. Бастадық. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 7-8 рет қайталаймыз. Ал енді құрметті оқушылар, үйге тапсырма. Мына суретте көрсетілген жаттығуларды қайталап, денемізді қыздырып, осы жаттығуларды 2-3 рет қайталап жасаймыз. Бұл жаттығулар сіздерге қазіргі таңда болып жатқан
түрлі аурулармен күресуге көмегін береді.